Мексика қалалары бір күннің ішінде соғыс алаңына айналды. Билік ондаған жыл бойы ұстатпай келген ең ықпалды наркобарондардың бірі Эль Менчоны ұстау операциясын жүргізді. Неге ел бір наркобарон үшін көтеріліп кеткенін түсіндірейін. Эль Менчо лақабатымен танымал Немесио Осигера Сервантес Jalisco New Generation картель ұйымының басшысы. Қазіргі Мексикадағы ең қатыгез әрі ең көп ізделген қылмыс көсемдерінің бірі. Операция Jalisco штатында өткен. Арнайы күштер, әскери барлау, әуе күштері барлығы жұмылған. ақш-та барлау ақпаратымен көмектескен. Қақтығыс кезінде бірнеше картель мүшесі оқиға орнында қаза тапты. Тағы үшеуі ауыр жараланып, ел астанасына жеткізу барысында қаза болды. Бірақ бастысы Эль Менчоның өзі тірі қала алмады. Алайда мәселе мұнымен біте қоймады. Керісінше, Мексикада жаңа кезең дәл осы сәттен басталды деуге болады. Картелдің жауабы лезде келді. Бірнеше штатта жолдар жабылды, көліктер өртелді, қала ішінде бейберекет атыс басталды. Гвадалахара әуежайында дүрбелең тіркелді. Jalisco губернаторы қызыл деңгей жариялап, тұрғындарды үйден шықпауға шақырды. Елдің батысындағы Тихуана қаласында оңдаған шабуыл тіркелген. Бұл кездейсоқ хаос емес. Сарапшылар бұл картельдердің қаланы өртеу тактикасы деп атайды. Күш көрсету, ескерту жасау, қарсыластарға үндеу айту. Эль Менчо жай ғана қылмыскер емес еді. Өз дәуірінің Эскобары аталды. ақш билігі оның басына $15 миллион сыйақы тіккен. 2024 жылы ақш-та осы синтетикалық есірткіден 48 мыңнан астам адам көз жұмған. Америкалық саясатта бұл аса ауыр тақырып. Бұл картельдердің күші тек есірткі сатуда емес, олардың қару жарағының өзі әскери деңгейде. Дрондар, гранатомет, тіпті суасты қайықтарына дейін инвестиция салған айтылады. Құрамында 15-20 мыңға дейін адам болуы мүмкін. Кей деректерге сүйенсек, Jalisco штатындағы муниципалдық полицияның жартысынан көбін олар қаржыландырған. Бұл оқиға ішкі саясатпен ғана шектелмейді. ақш президенті Дональд Трамп Мексика билігін бірнеше мәрте есірткі тасымалымен жеткілікті түрде күрес жүргізбейді деп айыптаған болатын. Тіпті Мексика аумағындағы нарколабораторияларға соққы жасауды да меңзеген. Ал Мексика президенті Клаудиа Шейнбаум шетелдік әскердің елге кіруіне конституциялық тыйым бар деді. Соған қарамастан арнайы қызметтер екі ел арасында тығыз жұмыс істеп келеді. Эль Менчоның көзі жойылуы ел билігінің наркокартельдерге жасаған стратегиялық соққысы десек болар. Алайда мұндай оқиғалардан кейін кері реакция туады. Бұған дейін де наркобарон ұсталған сайын елді қанға бояған кек алу толқыны басталатын. Қазірде сол сценарий қайталанып отыр. Тағы бір маңызды фактор бар. 4 айдан кейін Мексика футболдан әлем чемпионатын қабылдайды. Ашылу ойыны Мехикода өтпек. Егер картельдер дәл осы сәтті әлсіз тұс деп таңдаса, бұл ел беделіне ауыр соққы болуы мүмкін. Қазір басты сұрақ, билік соққыны жүйелі жеңіске айналдыра ала ма? Әлде бұл тек ұзаққа созылатын жаңа соғыстың басы ма? Эль Менчо өлді, алайда оның империясы, қару-жарағы, ресурстары, сонымен қатар ең бастысы адал ізбасарлары әлі де бар. Ал өзіміз білетіндей, Мексикада қылмыс әлемі басшысыз ұзақ тұра алмайды.